Сәлеметсіздер ме, ардақты қыз тәрбиесіне бей-жай қарамайтын көрермен. Біздің кезекті сабағымызды қабыл алыңыздар. Дәстүрлі ұлттық тәрбиеде қызға 40 үйден тыйым деген тәмсіл бар. Бұл қыз бала тәрбиесіне тек ата-анасы ғана емес, бүкіл ауыл, ел, жұрт жауапты екендігін білдіреді. Қызды тыйып ұстау, оны барлық нәрседен қағу емес, тәрбиелі, ибалы, инабатты болып өсуіне жол ашу. Бұл ретте қызды 40 үйден, тіпті қара күннен де тыю қажеттігі алға тартылады. Қыз тәрбиесіне жалпы қатал болуымыз керек. Өйткені болашақ ана атағына ие қыздар тәрбиесі нәзіктікпен қоса қаталдықты талап ететін өзекті мәселе. Ата-бабамыз қыз тәрбиесіне ерекше мән беріп, олардың дұрыс жағдайда тәрбие алып, болашақта ата-анасының бетіне салық түсірмеуін қадағалаған. Ендеше бүгін сол 40 үйден тыйымның қандай екеніне тоқтала өтсек. Ата-бабамыз осы тыйымды сала отырып, қыз баланың отырғаны мен жүргені тұрғанын, қалай сөйлеп, қалай күлу керектігін, айналасындағы адамдарды сыйлау мен олармен қарым-қатынасты реттеп, қандай мінез иесі болу қажеттігін, тіпті тамақты да қалай жеу керектігіне дейін айтып өткен. Олай болса, сол тыйымдарға назар аударып, көңілімізге түйейік, өмір сүру дағдымыздың бір бөлшегіне айналдырайық. Қыз балаларға, адамдармен, әсіресе үлкендермен жарыса сөйлеуге, жалғыз қыдыруға, жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге, орынсыз біреуге ұрынуға, басқаларға қол тигізуге болмайды. Өтірік өсек айтуға, суық жүріс суман қылыққа, кісіге қарай керіліп есінеуге, талтайып отыруға, шалқайып жатуға тыйым салынады. Тамақты обырлана асап жеуге, ұрлық-қарлыққа, ұятты мүшелерін ашып жүруге, бұраңдап қылымсуға, қызыл іңірде жатуға, түске дейін ұйықтауға, кісі алдында киім ауыстыруға болмайды. Салт дәстүрден аттауға, елді ғайбаттауға, үлкендердің жолын кесіп, атын атауға, ішімдік ішумен шылым шегуге, ұрыс-керіске, беттен алып, бет жыртысуға тыйым салынады. Қараулыққа, ысырапқа, рақымсыздық пен қатыгездікке, түнде суға жалғыз баруға, жат жыныстылармен араласып жатуға, күйеуге, қашып деуге, әдепсіз сөз айтуға болмайды. Тарс-тұрс етуге, адам мен жануарларды тебуге, кісіні қорлап жәбірлеуге, тәкаппарлықпен сайқымазақ жасауға, айқай-шуға араласуға, шектен тыс сыланып жасануға, қызғаншақтық пен күншілдікке, менмендік пен өзімшілдікке бой беруге болмайды. Алдап арбауға, көрсе қызарлыққа, нәпсі құмарлыққа тыйым салынады. Ал қыздар осы айтылған тыйым сөздердің мағынасын ұғынып, жаттап алуға кеңес беремін. Бұл тыйымдар арқылы сендер өздеріңді тәрбиелей алсаңдар, ата-аналарыңды ешқашан жерге қаратпайтындықтарыңа, болашақтарының жарқын болатынына сенімдімін. Ал осымен тәмам, келесіде жүздескенше сау болыңыздар.